Құран кәрімнің баянына қарасаңыз, Алла тағала олардың жүректері бар дей ма? Бар. Бірақ ол жүрекпен ешнәрсе аңғара сезбейді, аңғара бермейді. Көз бар, бірақ ол көзбен көрмейді. Құлақ бар, ол құлақ естімейді. Яғни жүрекке ақиқат бекімейді. Ақиқат көз болса да, көкірек көзі жоқ, ақиқатты көрмейді. Құлағы болғанмен ақиқатты естігісі келмейді. Бұлар төрт түлік мал секілді. Тіпті олар одан бетер, себебі олар кімдер? Ғапылдықта болғандар дейді. Басқа бір аятында Алла тағала айтады: «Инна касиран минан наси ан аятина лгафилун». Адамдардың көпшілігі біздің аяттарымыздан, біздің белгілерімізден, біздің құдіреттілігімізден көбісі ғапыл қалып қойғандар. Алла басқа бір аятында айтады: «Вала тутиъ ман агфална қалбаху ан зикрина ваттабаъ хаваха ва кана амруху фурута». Ваттабаъ хаваху ва кана амруху фурута. Сен ешқашан, Мұхаммед, біз жүрегін ғапыл еткеннің соңына ерме. Біздің Құранымызды, біздің зікірімізден ғапыл еткен адамға бағынба. Ол өзінің нәпсісіне ерді, және оның жасаған бүкіл ісі, жасаған әрекеті зая кетті. Бұл негізінде аяттар кәпірлер мен мүшриктерге қарсы аяттар. Кәпірлердің, мүшриктердің тозаққа түсуіне себеп болған нәрсе ғапылдықта болулар. Біздің мұсылмандарға не қатысы бар десеңіз, мұсылмандыға да кей кезде ғапылдық келеді. Алла тағала пайғамбарына ескерткен: «Ей Мұхаммед, сен Раббыңды ертелі кеш аузыңнан тастама. Сен ғапылдардан болма» деген. Сен ғапылдардан болма.